Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қазақстан ұлттық арнасының дәстүрі бойынша сенбі кешінде эфирден Назар. Бүгінгі біздің қонағымыз ұлттық аударма бюросының атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Қуаныштымыз өзіңізбен сұхбаттасуға мүмкіндіктің туындағаны үшін. Себебі дәл қазір ізденімпаз жас үшін жалпы жаңарғысы келген, жаңғырғысы келген жұртшылық үшін өте өзекті тақырыптың басында жүргенсіз. Сіздің бір сөзіңізден естіп қалдым. Мені алға жетелейтін әрдайым менің өзімнің туған тіліме деген махаббатым деп. Яғни сіздің азаматтық позицияңыз осыдан анық болып қалды. Өзіңіз бұрынғы журналистсіз. Қазір журналистер бір өзекті тақырыптың айналасында петиция жинап жатыр. Киноны қазақша көрейін деген сияқты. Қол қойдыңыз ба соған? Ондай бастама көтерілгендігін көрдім, бірақ қол қойған жоқпын. Шынымды айтсам, оның себебі мен оны нақты іске асырудың механизмін білмеймін. Көп нәрсеге петиция қоюға болады, талап қоюға болады, мақала жазуға болады. Бірақ оның ар жағында оны іске асырудың жолын білмесең, ретін таппасаң, онда қол қоюдың қажеті қанша. Бұл сұрақты бекер қойып отырған жоқпын, бір үгіт насихат жүргізіп отыр деп ойлап қалмаңыз, әрине. Дегенмен, сіз көп нәрсені бастап, соңына дейін жеткізіп, ноу-хауын енгізіп жүрген адамсыз. Мүмкін сіздің немесе сіз секілділердің бастамасы қажет шығар. Себебі қазір шынымен де киноны, кәдімгі ұлттық идеологияны сіңірудің ең басты құралын қазақшаландыру керек деген мәселе көптеген мінберлерде көтеріліп жатыр. Қалай ойлайсыз? Сізді толғандыра ма осы мәселе? Әрине, киноның қазақша болғандығы, кино емес жалпы кез келген мазмұн қазақша сапалы, ұғынықты, жатық, жетіп жатуы өте қажет. Бірақ кино соның шырқау шыңы. Сол себепті оған бірден төбесінен бастағандай болып жатырмыз да. Мына қазіргі оқулық аударылып, көркем әдебиет аударылып, энциклопедиялар аударылып, мектеп бағдарламасы жаңартылып, мектепке қажетті контент жасалып, оған қадам-қадам келу керек секілді. Талай рет кино шықты қазақша. Мен бардым да, балаларымды ертіп бардым. Бірақ сол киноларда лық толып отырған залды көрген жоқпын. Көрермен дайын емес. Біздің қоғам дайын емес, көрермен дайын емес деген сөздер жиі айтылады. Бұл жай сылтау сияқты менің ойымша. Мысалы, 101 кітапты ағылшын тілінен аударуға оқырман дайын емес деп айта салуға да болады ғой? Қазақстанда 5 миллионнан аса студент бар. Соның 70% қазақ тілінде білім алуды таңдап, келіп сол үшін ақы төлеп біреулер мемлекеттің грантын алып оқып жатыр. Бірақ біз оларға сол мамандық бойынша білімді қазақ тілінде бере алмай отырмыз. Сондықтан бұл міндет, ол жасалып жатыр. Осы уақытқа шейін бір шама кітап қанша нақты аударылды? 20-дан асты, е? Былтыр 18-і таныстырылды, биыл 30-і аударылып болып қалды, баспаға дайындалып жатыр. Екеуін қоссаңыз 48-50-ге тартты. Сіздерде, мен енді ұлттық аударма бюросының сайтын көрдім. Жақсы сайт өте. Оқырманның пікірі қаншалықты деңгейде болып жатыр, қабылдану деңгейі, сұраныстың анализі өте маңызды сияқты. Алғашқы оқулықтар оқу орнына жеткеннен кейін біз облыстардың бәрін аралап, Қазақстандағы, Алматы мен Астанадағы ірі оқу орындарының бәрінде де осы оқулықтарды талқылауға арналған кездесулер өткіздік. Біріншіден, ол оқулықтарды аударуға араласып жатқан мамандардың бәрі де осы гуманитарлық пәндері бойынша сабақ беріп жүрген мамандар. Сонда біз олармен күнде сөйлесіп отырмыз. Олар былтыр аударған кітабына байланысты биыл келіп басқа пікір айтып, мына жерін қап кішкене бөліктеу, басқашалау беру керек еді деп бүгіннің өзінде сондай пікірін айтып жатыр. Сондықтан ондай байланыс бізде ол ара-тұра болатын нәрсе емес, ол күнде болатын нәрсе. Пікір алмасу кезінде, оқу орындарында болған талқы кезінде сөзсіз кафедрадағы отырған мамандардың айтқаны, біз осыған дейін шамамыз келгенше ағылшын тілін өзіміз аударып беріп жүрдік. Бірақ оған көпшілігіміздің шамасы келмейді. Қалғандарымыз барлығы орысша оқулықтарды алып пайдаланып жүрдік. Сол себепті мынау біздің жұмысымызды кәдімгідей басқа деңгейге шығарған өте үлкен бастама деп бір ауыздан құптап отыр. Және шын мәнінде Қазақстандағы гуманитарлық білімнің мазмұны кәдімгі түбегейлі түрде жаңарып жатыр. Сіз бір пікіріңізде айтып қалдыңыз, қазіргі оқулықтар, қазіргі білім бағдарламасы кезінде, кеңестік кезеңде жаппай зауытта жұмыс істейтін мамандарды дайындауға арналған бағдарлама деп. Жаңа оқулықтар біздің
енді тек оқулықтар емес қой, әрине, білім саласындағы реформалардың нәтижесінде біздің елімізде жаңарған сананың, модернизацияланған сананың жақсы нәтижелерін шамамен қашан көре аламыз? Ертең емес. Енді оны сіз де түсінікті. Сол себепті оны 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда деп айту қиын шығар. Биыл бірінші курсқа келіп, әлеуметтану негіздерін, немесе экономикс оқи бастаған маман енді 4 жылдан кейін оқу бітіріп шығады. Біреуі маман ретінде келіп жұмыс істей бастайды. Бірен сараңы магистратураға барады, PhD-ге барады, ғалым болып, өздері оқулық жаза бастайды. Міне сол кезде олар, өйткені қазіргі жазылып жатқан, аударылып жатқан оқулықтарды біз сырттағы жасалған білімді жаппай таңу, тек қана осымен ғана өмір сүреміз деген мақсат жоқ қой. Біздің ойымыз осының негізінде өз мамандарымыз өсіп шықса. Өзімізге арнап та сыртқа да экспортқа шығаруға болатын, ғылым мен білімді жасай алатын орта қалыптастыру керек болып тұр. Аудармашылардың арасында магистрлер көп екен. Біздегі аударылып жатқан оқулықтардың орташа көлемі 600-700 беттей болады. Сондықтан оны бір адам аудара алмайтын анық. Топ қалыптасады. Түпнұсқа тексті, ағылшын тілінің тексті сол күйінде оқып, қазақшаға түсіре алатын мамандар жас мамандар. Бірақ оны ғылым тұрғысынан және тіл нормалары тұрғысынан редакциялап баспаға дайындайтын негізінен тәжірибелі мамандар болып келеді. Сондықтан осындай 2-3 буын өкілдер араласып жатып, әрқайсысының өзінің жұмысы пайда болғандай. Жалпы осы аударма жұмысының жүріп жатқанын, кітаптардың, көптеген тың дүниелердің біздің қазақ қоғамына енгізіліп жатқанын кішкене насихаттау мәселесін көбейту керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Мен аптасына кемінде 2 осындай интервью беремін. Шақыруды ғана күтесіздер, е? Шақыруды күтпейміз, өзіміз сұранамыз, шара ұйымдастырамыз. Бұл шын мәнінде өте күрделі жұмыс, өте көп уақыт талап ететін жұмыс, дайындық талап ететін нәрсе. Насихат әрине өте маңызды, бірақ сонымен бірге ескеретін нәрсе, бұл қалай болғанда да жаппай бүкіл қоғам көріп, оқып, араласатын шаруа деуге де қиын. Бұқаралық мәдениеттің бір бөлігі емес қой. Бұл жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық деп аталғаннан кейін бұның өзінің аудиториясы бар. Оны да ескеру керек. Аударуға таңдалатын кітаптар біздің қоғам 100% қол жеткізе алмайтын тілдер, мысалы, испан, ағылшын, немесе орыс тіліндегі кітаптар, жақын, алыс жақын шетел ТМД-нің кітаптары да бар ма? Туындылары да бар ма? Бар. Алғашқы 18-дің ішінде орыс тілінен аударылған Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры Светлана Терминасова деген маманның мәдениет, тіл және мәдениетаралық коммуникация деген оқулығы аударылды. Бірақ кәсіпкерлік, экономика, қазіргі заманғы, мысалы, батыс философиясының тарихы, әлем тарихы, біз орыс мектебінің бұл мәселелерге қалай қарайтындығын жақсы білеміз. Көп жылдан бері оны зерттеп қарап келе жатырмыз. Орыс тілінде орыс философтарын оқитын біздің әлеуетіміз жеткілікті. Кез келген қазақ тілді философияны зерттеп жүрген маман анық орыс тілінден оқи алады. Сондықтан оны аударудың қаншалықты қажеті бар. Соны айтам ғой, жаңағы Светлана Терминасованың оқулығы тек сол Мәскеулік Штир университетте ғана қолданылады екен практикада. Лингвистикаға қатысты өз аударғандарыңыз 2-ақ кітап екен. Лингвистикаға қатысты жақсы туынды өзге шетелдік университеттердің тәжірибесінде табылмады ма? Табылды. Қазір лингвистикада, мысалы, Стивен Пинкердің Language as an Instinct деген өте атақты кітабы бар. Язык как инстинкт деп аударылған орысшаға бұл кітап. Терминасованың кітабы аударылған себебі оның қазіргі біздегі тіл мамандарын, болашақ дипломаттарды оқытқан кезде осы пән арнайы курс ретінде көп беріледі. Сондықтан оның ішіндегі терминологияның қазақшалануы, ұғымдардың, концепциялардың қазақша түсіндіріліп берілуі өте маңызды болды. Сол тұрғыдан аудару өте қажет. Екіншіден, мысалы, тіл біліміне кіріспе. Бізде қазақы ортада тіл білімі, әдебиет теориясы секілді пәндер әбден зерттелген, жазылған, анық-қанығы іргетасы қаланған деген түсінік бар. Бірақ шын мәнінде ол бұл ғылымдардағы, бұл білім саласындағы әлемде жүріп жатқан процесс,
әлемдегі көзқарастар мүлде бөлек. Қазір мысалы осы тіл біліміне кіріспен аударған кезде Фромкин деген американдық тілшілер ассоциациясының басшысының жазған оқулығы біздің тілшілер өздері үшін өте көп жаңалық ашқандығын айтып жатыр. Тура сол секілді биыл 5 томдық әдебиет теориясы аударылып жатыр. Ол қай жылғы әдебиет теориясын аударып жатыр бізге? Ағылшын тілінде соңғы шыққан осы 15-16 жылғы. Иә, кейінгілері. Бұлар әдебиет теориясына түрлі тақырыптарын жазылған мақалалардың жинағынан құралған біреу антология, біреу оқулық кіріспе. Енді осы әдебиет теориясын аударуға араласып жатқан біздің өте танымал әдебиетшілеріміз өздері үшін өте көп жаңалық ашқандарын айтып жатыр. Өйткені әдеби сын, содан кейін салыстырмалы әдебиеттану секілді бағытта біздің көп жағдайда қатты артта қалып қойғанымыз, не болмаса әлемдік дискурстан тыс қалғанымыз көрініп жатыр. Біздің де антологияларымыз испан, француз тіліне аударылатын болып, келіссөздер жүргізіліп, қол қойылды, иә? Қандай кітаптар? Кімнің шығармаларын оқиды олар енді? Бұл да өте күрделі болды, өйткені қай авторлардың қай шығармалары бұндай жинаққа кіруі тиіс деген сұрақ өте күрделі. Ондай жауапкершілікті алып, маған ұнайтын мынандай авторлар, олардың бәлен шығармасы маған ұнайды, сондықтан біз оларды аламыз деп айта қою, оған енді ешкімнің батылы бармайды. Сондықтан Қазақстан жазушылар одағы бұл мәселені арнайы қараған, жиналыс өткізіп, авторларды жинап, біраз ақылдасты. Бұл қазіргі қазақ әдебиеті болғаннан кейін негізінен көзі тірі авторлар, не болмаса осы 20 ғасырдың екінші жартысы, 21 ғасырдың басы тәуелсіздік кезеңінде жазылған шығармалар іріктеліп алынды. Әр топтамаға біреуі поэзия, біреуі проза, 30 автор кірді. Әр авторға шамамен бір баспа табақ, яғни 15-20 беттей орын берілді. Яғни прозада әңгімелер мен повестер таңдалды негізінен. Оған үлкен романдар кіргізу мүмкін емес. Қандай мысалы? Қай әңгіме? Сіз жақсы көретін қай әңгіме аударылып жатыр? Мәселен, Мұхтар Мағауиннің Тазының өлімі. Қабдеш ағамен ұзақ сөйлесіп отырып, оның Тіленші деген әңгімесі келіп жатыр. Енді оның тізімі бар, оны көрсетуге болады. Жақсы. Енді осы жерде әдеби аударма қаншалықты күрделі процесс екендігін енді ғана бойлап көріп жатырмыз. Біз бұл жұмысты бастаған кезде бір ұсыныс болды, бұл шығармалардың бәрі Қазақстанда аударылып, Қазақстанда басылып, содан кейін сыртқа жібере салу керек, үйтуге де болады деп. Бірақ менің ойымша бұл кішкене дұрыс болмас еді. Біріншіден сапа үшін, екіншіден, егер біз шын мәнінде сол алты тілдегі оқырман қызығып қабылдайтындай және аударма сапасына сеніммен қарайтындай болу үшін, бұл шаруаға сол алты тілдің астаналарындағы ең беделді, ең тәжірибелі деген баспа ұйымдармен әдеби орта араласуы тиіс. Егер ағылшын тіліне аударатын болсақ, онда ол British Council, Cambridge секілді ұйымдар араласып, солардың белгілері қойылып, және олар оның сапасына өз есімдерімен, өз брендтерімен жауап беруі тиіс. Және талғамына сай, қысқасы. Талғамына сай. Олар содан кейін ағылшын оқырманның сұранысын, стилін, психологиясын түсінеді. Сондықтан көп жағдайда оны редакциялауға басқаша қарайды. Тіпті олар, мысалы, Кембридж бұны literary editing деп қана қоймайды, яғни әдеби аударма. Бұлар оны cultural induction дейді. Онысы қазақы мазмұнды ағылшын ұғымына, дүниетанымына мейлінше бейімдеп аудару. Осы cultural inductionның аясында авторлар, редакторлар Қазақстанға келіп, әр автормен жеке-жеке кездеседі. Онымен интервью жасайды. Бұл аударма біткеннен кейін тексте мен түсінбеген андай жағдай болды. Мына тұсына комментарий керек дегендей. Музейлерді аралайды, театрға барады, даланы көреді, ас ішеді Қазақстанда. Өйткені шын мәнінде аудармашы сол мәдениетке бойлап, әдебиетті түсініп, халықтың, ұлттың жанына жақындау үшін осының барлығы өте маңызды, ол керек. Біз бірінші рет мұндай көлемде, мұндай деңгейде қазақ әдебиетін осы алты тілге аударып жатырмыз. Сол арқылы біздің 60 авторымыз ана жақтағы әр тілдегі аудармаға араласып отырған кемінде 2-3 адаммен байланыс орнатады, сөйлеседі, пікір алысады.
біздің авторлар басқа пікір естиді. Осы аударылып жатқан оқулықтардан бөлек әлемнің кәдімгі топ тізіміндегі бестселлерлер де аударыла бастапты. Оның ішінде жаңағы Ковидің шығармасын айттыңыз сіз бір сұхбатыңызда, және әйгілі Сапиенс шығармасы. Сапиенс кітабын әрине білеміз. Ондағы идеология біздің менталитетімізге қаншалықты бейім? Ол жерде дарвинизм жақсы насихатталады емес пе? Ол жерде ғылым және адамзат тарихына деген таза ғылыми көзқарас насихатталады. Объективті дейсіз. Мен объективті деп айта алмаймын, бұл жекелеген автордың жеке пікірі. Бірақ оның ішінде провокация өте көп. Адамзаттың тарихын, 100 мың жылдық тарихта Сапиенс деген түрдің пайда болып, оның бүгінгі күнге дейінгі жетілуіне бір сырттан бейтарап көзқарас. Басқаша альтернативті көзқарас. Бұрын соңды болмаған, жаңаша көру, жаңаша қарау, жаңаша бағалау. Және оның ішіндегі осындай арандату ойларының бар екендігін біз ғана емес, кез келген мәдениеттегі, кез келген тілдегі мамандар айтып жатыр. Қарапайым студенттерден, жалпы білімге қызығатын адамдардан бастап, мемлекет басшыларына дейін бұл кітапқа қатысты пікір айтпаған адам аз. Біріншіден іш пыстырмайды, содан кейін бір таптаурын идеялар жоқ, ойлар жоқ. Мүлде жаңа барлығы. Сонысымен де қызық. Бірақ біз оны аудару арқылы бүгінгі қазақ қоғамына оны қоғам қабылдауы тиіс идея немесе көзқарас ретінде таңып отырған жоқпыз ғой. Бұл қазақ тарихшыларының ішінде, болашақ тарихшыларының ішінде, жалпы қоғамда әлемде болып жатқан талқыға, араласуға жол ашу. Бұл сұрақты қойып отырған себебім, неге таңдады екен осыны, мен көрген кезде, білген кезде аударған неге Сапиенсті таңдады екен деген сауал еріксіз туындады. Себебі топ тізімде кітап көп. Біздің оқырмандар орыс тілінде іздеп жүріп, сатып алып барып оқитын, қайдадан алып келіп, дүкендерге қайдадан қойып оқитын кітаптар бар. Сондай үздік туындыларды неге қазақша оқып, қазақша талқылап, қызықтырмасқа деген ой болды да менде. Мысалы, Сапиенстің белгілі бір қоғамға болған ықпалы бар. Мысалы, Харари өте ықпалды жазушы ретінде содан кейін танылып кетті. Кітап таңдау аясында келіп жатқан ұсыныстардың бірең сараңы. Ұсыныстар көп. Бірақ тағы да қайталап айтқым келеді, дәл осы сәтте бүкіл дүние жүзі талқылап жатқан, ең қызу сатылып жатқан, шыққаннан бері осы бір 5-6 жыл ғана уақыттың ішінде 40 тілге аударылып, 7 миллион данамен тарап қойған басқа кітап мен атай алмаймын. Яғни бюроның мүшелері, түгел жетекшілері, мысалы сіз бас хатшысыз, барлығы ұнатты, келісті, бір ауыздан шешім қабылдады, осындай кітап аударылсын деген. Әр кітап солай талқылана ма? Бюроның, мысалы, мүшелері, білмеймін енді уақыты қаншалықты көп адамдар екенін. Бюроның мүшелері деген деп айту қиын. Басында тұрған адам. Бюроның қызметкерлері бар, редакторлар бар, мамандар бар. Бізде жұмыс тобы бар, оқулық іріктейтін. Мәселен, оқулық іріктеген кезде оқу орындарынан ұсыныс келеді, одан кейін таңдап іріктеп алады. Бірақ осы жұмысты ұйымдастырып отырған маман ретінде маған қажеті қазіргі бестселлер, жалпы қазақ қоғамы оқыса артық етпес деген кітаптарды меніңше көп аударуға үлгеріп қару. Иә. Мәселен, менің қолымда ондай 100 кітаптың тізімі бар. Қазіргі бестселлер әртүрлі сала бойынша аударылса жақсы болар еді деген. Соның ішінде көшбасшылық, отбасылық психология, бала тәрбиесі, қазіргі заманғы тарих, технология, бәрі түрлі бағыттардан толып жатыр. Бәрінде бестселлер деп атауға болады. Мен соларды, мысалы, осыған демеуші бола алатын мамандармен кездесем. Олар ақылдасам, олар кәсіпкер болуы мүмкін, олар түрлі басқа мекемелердің басшылары болуы мүмкін. Мәселен, Харари мен Ковид аударуға Алматы қаласының әкімшілігі демеушілік жасады. Енді қандай бестселлерлер, құдай қаласа, қазақ оқырманына жол тартады? Менің ойымша, бұл тізімді де онда сайтқа салуымыз керек. Иә. Өйткені тізім өте үлкен. Қазір біздің жұмыс істеп жатқан бір кітабымыз, бұл Фредерик Стар деген американдық шығыстанушының Орта Азияның әлемдегі ғылым мен білімнің дамуына қосқан үлесі
осыған арналған Lost Enlightenment деген бір кітабы бар. Біраз жыл бұрын орысшаға аударылып, потерянная просвещенность деген атпен таралды. Мен қалай оқи аламын, оқығым келеді бұл оқулықтарды. Мен де трендте болғым келеді. Мен де жаңағы мысалы кез келген көрермен жаңарған оқулықтар арқылы білімін жаңартқысы келеді. Не істейді? Сайтта бар ма? Сайтта бар. Ашық, бәріне. Ашық. Қазақстанның ашық университеті деген платформа бар. opeну.kz. Сонда жаңағы оқулықтардың электронды нұсқалары тұр. Біздің міндетіміз бұл оқулықтарды мейлінше кең тарату. 10.000 тиражбен тарап жатқан бізде басқа кітап аз. Олар таралып және тегін таратылып жатыр, бұл бір. Оқу орындарының кітапханаларында бар. Оқимын, қараймын деген студент өзінің оқу орнынан табады. Екіншіден, бұлардың электронды нұсқалары жаңағы айтқан Қазақстанның ашық университетінің сайтына орналастырылып жатыр. Бір гәп бар, бұнда анау кітаптың авторлары немесе оның құқықтарын ұстап отырған баспалар барлығы жаппай бұны еркін таратуға рұқсат бере бермейді. Не болмаса рұқсат берген күннің өзінде өте жоғары талап қояды. Баға сұрайды. Сондықтан жаңағы 18 оқулықтың бір 15-і бар. Кейбіреулері жаңағыдай мәселеге байланысты сәл кешеуілдеп жатыр, бірақ олар да келеді. Екіншіден, бұлардың негізінде оқу орындарының ең жақсы деген мамандарының қатысуымен видеолекциялар дайындалып жатыр. Әр оқулықтың негізінде кемінде 25 лекциядан ықшам тыңдап көруге болатын. Барған сайын оқуға қиналамыз да, біреулер тыңдайды, біреулер көреді. Оның үстіне онлайн университеттердің мысалдары Курсера секілді, edX секілді барған сайын өте танымал болып, өте көп қолданысқа ие болып жатыр. Айтпақшы, аймақтық білім беру деңгейін көтеруге қатысты. Өткен жылы сізді Қазақстанның 100 жаңа есіміне кіргізген жоба бар ғой. Осы жобалар қазір қаншалықты кеңінен таралып кетті? Мұны қолданушы негізгі орта мұғалімдер мен оқушылар. Бұл жүйелер қазір Қазақстанның 7000 мектебінің бәрінде бар. Негізгі идеясы, жалпы миссиясы бұл жобаның баршаға қолжетімді сапалы білім. Осы миссияға біз бәрін сыйғызамыз. Қандай жобалар енді жүзеге асады? Біз Рауан Кенжеханұлынан жаңа дүние күтіп үйреніп қалдық. Технология мен білім мақсаттарын біріктірудің арасында барған сайын жаңалық көбейе береді. Өйткені технологиялық революцияның әр кезеңінде адамзат кез келген елде осы жинақтаған білім қорын жаңа ұрпаққа мейлінше тиімді жеткізудің жаңа тәсілдерін ойлап отырды. Ол баспа пайда болған кезде жазу, ол радио пайда болған кезде, ол телевидение пайда болған. Осылардың барлығы да білім беру мақсаттарына жұмылдырылды. Бірақ интернет пайда болған кезде бұл жерде шын мәнінде өте үлкен революция пайда болды. Өйткені қажетті ақпаратты соншалықты көрнекі, тартымды, есте сақтауға ыңғайлы қылып бере алатын өте жақсы технология осы интернет болып отыр. Сондықтан біздің елдегі осындай ұланғайыр үлкен территорияны ауыл мен қала арасындағы үлкен алшақтықты тиімді еңсерудің тамаша жолы осы деп сенемін. Және сіз дұрыс атап өттіңіз, қазіргі қолданыстағы білім беру жүйесі бұл жаппай сауаттылық мәселесін шешу үшін ойлап табылған дүние. Класс, 30 бала, бір мұғалім, тақта, ол 30 баланың қабілет қарымы, мүмкіндігі ескерілмейді, бәріне бірдей беріледі. Үлгердің бе өте жақсы, үлгермедің бе бұл менің шаруам емес дейді мұғалім. Оны түсінуге болады, басқа шынында да 45 минуттың ішінде бір адамның қолына не келуі мүмкін. Бірақ сонымен бірге әр адамның осындай қабілет мүмкіндігін пайдалана ескере отырып білім беретін орта қалыптастыра алсақ, яғни жаңағы адаптивті деп отырғанымыз сол. Менің таңертең санам әлдеқайда ашық. Мәселен, не болмаса түнде жұмыс істеген жақсы көремін. Екі адам бірдей болмайды. Сондықтан ана жүйе соны ескеріп, маған қарай икемделіп көмектесе алады. Осындай жүйелерге ақырындап келуіміз керек.
Қазір енді сіздің белгілі бір деңгейде белсенділігіңіз бар, білім беру жүйесіндегі реформаларға қатысыңыз болып жатыр. Мен жаңа Рауан Кенжеханұлын тағы да бірдеңе күту керек деп отырғаным да осы. Ал енді айтыңыз, не ұсыныс бар? Соңғы жылдары біз білім беру мазмұнын жаңартуға өте қатты ден қойып, сонымен көп байланыстық. Шында да мақтануға болатын нәтижелер де жоқ емес. Назарбаев зияткерлік мектептері, олардың Кембридж арқылы келіп жатқан жаңа әдістемесі, оның барлығы өте қажет және дұрыс. Бірақ сонымен бірге тәрбие жұмысының мазмұнын жаңартуда өте өзекті мәселенің бірі. Бұл тек қана бізге емес, бүкіл әлемге қатысты нәрсе. Дүние жүзінде білім беру сапасына өз еліндегі толықтай риза, қанағаттанып отырған бірде мемлекет жоқ. Соның ішінде қазіргі адам бетпе-бет келетін қиындықтар, психологиялық, эмоционалдық, тәрбие саласында жалпы өскелең ұрпақты үлкен өмірдің қиындықтарына дайындау, тұлға және маман ретінде қалыптасуға көмектесу мәселесі барлық жерде өте күрделі шаруа. Және бұл мемлекеттің бай кедейлігіне қатысты емес нәрсе болып тұр. Керісінше бақуатты қоғамдардағы балалардың жалғыздығы, жалпы адамның жалғыздығы өмірдегі, содан қиналатындығы, соның әсерінен торығуға түсіп, тіпті өздеріне өздері қол салатын жағдайға жетуі өте жиі кездесіп жатыр. Өкінішке орай Қазақстан осы суицид деп аталатын індеттің жиілігі тұрғысынан өте нашар елдердің қатарында тұр. Бұл жерде біз сан қылмауымыз керек, бірақ дегенмен де ойландыратын мәселе. Енді осы тұрғыдан келген кезде жаңағы айтып отырған көрсеткіш, бұл шын мәнінде қоғамдағы өмір сапасының өте бір сезімтал және маңызды индикаторы. Әр елдегі, әсіресе жасөспірімдер арасындағы өзіне өзі қол салу жиілігінің артуы, бұл өте қатты алаңдатуы тиіс барлығын. Ал енді оның алдын алуға келген кезде көптеген түрлі ұсыныстар бар, бірақ жалпылама келген кезде баланың денсаулығын, соның ішінде психикалық саулығын қалыптастыру және оның өмір дағдыларын қалыптастыру, яғни ересек адам ретінде, тұлға ретінде және маман ретінде қалыптасуына қажетті дағдыларды беру, бұл өкінішке орай біздің қазіргі білім беру жүйесінде жоқ нәрсе. Оны мойындау керек. Және бұған қажетті жаңағы дағдылардың бір кешенін үнемі жаңарта отырып, жыл сайын өмірдегі бар өзгерістерді ескере отырып, оны қайта қарау, ол да сондай бір күрделі шаруа. Біз әлемдегі бар тәжірибені зерттеп, қарап, қазір осы мәселемен өте мұқият айналысып жатырмыз. Сұрағыңызға нақты жауап беретін болсақ, біз осындай бағдарламаны жан-жақты дайындап, жасөспірімдердің денсаулығы мен өмір дағдыларын қалыптастыру деп аталатын бағдарламаны іске қосқымыз келеді. Бар, демек, бір бастама. Жақсы, іске сәт. Сіз әкесіз, сіздегі тәрбие тәсілдері қандай, бөлісіп отырыңыз? Әңгімелесу, тыңдау. Күніне бір рет? Қалай ол әңгімелесу? Көп айтылады, әңгімелесу керек, баламен сұхбаттасу керек дейді. Не туралы сөйлесесіздер? Кез келген бала өзін тыңдағанды жақсы көреді. Келіп әңгімесін айтады. Балабақшадан келсін, мектептен келсін, не көрді, не естіді. Өйткені күнделікті соншама эмоция жинап келеді. Өйткені ол әлеммен танысып жатыр. Күнделікті бір бұған дейін естімеген, көрмеген, сезбеген нәрсесі бар. Олардың оның бір санасында, жадында қалмауы мүмкін емес, оған әсер етпеуі мүмкін емес. Бірақ соны ақырындап шығарып, білу қалай әсер етті, не ойлады ол сәтте. Енді осыдан ол не түйу керек ары қарай өзіне пайдалы болатындай. Соған кішкене бағыт беру үшін соны шығарудың амалдары керек секілді. Өзіңізден енді жақсы бастамалар күтеміз, жаңа жобалар, жаңа ұсыныстар күтеміз. Ағартушылық іспен айналысып жүрсіз ғой қазір. Сәттілік тілейміз сізге. Құрметті көрермен, өздеріңізбен келесі сенбіге дейін қоштасамыз.